Енді Динараның бір сахнасын тамашалайық осы телехикаядан, иә? Инстаграмшы келін. Бұл инстаграмшы келінсіз ғой сіз, иә? Шай етіп жайғандарыңыз дұрыс. Тиюдің әртүрлі тәсілдері бар. Өзіме мына пішінде жасаған ұнайды. Атасы келе жатыр. Ау, атамыз келе жатқанда түсірілімді тоқтата қоямыз, иә? Көмек керек емес пе? Жоқ, өзім істеймін. Иә. Бір құпиясын айтыңызшы, осы телехикаяның 3 бөлімін көрдік қой. Әзірше оқырмандардың саны өте көп емес екен. Кейіпкеріңіздің соңына қарай үлкен аудитория пайда бола ма? Оны қазір айтып қойсақ. Жоқ, оны айтпайын. Көріңіздер, қызық болсын. Бұл қайтпайтын келін болып тұр ғой. Ерке, ешқандай ұялу, шектеу жоқ, өзінің сүйікті ісімен айналысатын ешқандай. Мен мұндай келіндерге түк қарсылығым жоқ. Міне мысалы, тек айнаның алдында ғана түсіп отқан жоқ қой. Алдында тұшпарасын жасап отыр. Ауылдық блогер келіншектер бар ғой. Нағыз ауылдағы қарапайым өмірді көрсетіп, миллиондаған подписчик жинап, көптеген әйелдерге мотивация беріп отыр да. Иә, ауылда да отырып танымал болуға болады. Міндетті түрде қалада емес. Сұрақты басқаша қойыңызшы. Ақтүрек ауылы қаладамыз ғой, енді шыны керек қанша жылдан бері оқуымыз, үйіміз осында, ауылды сағынып аңсап бардық. Өзінің иісі бөлек, ағарғанын іштік, сол ауылдың тұрғындармен әңгімелесіп, ол кісілер үйлеріне қонаққа шақырып. Ерденнің демалыс күні ол бәріміздің демалыс күніміз. Әрдайым ерден демалғанда отбасымызбен сыртқа шығып, таза ауада серуендеп жүргенді ұнатамыз. Көбінесе отбасымызбен бірге күнді өткізуге тырысамыз. Атамыз бар, әжеміз бар. Бәріміз бірге. Бүгін бірақ ата әжесі қонақта, өзіміз шықтық. Өздеріңіз байқағандай, арбатымыз жаңарды. Жаңарғаннан кейін бізге одан сайын қаттырақ ұнап қалды. Азға ашып кетті да, жарылып кетті. Бүгін дүйсенбі, бүгін айтады ғой бізде туысқандарымыз, басқа мамандықтағы таныстарымыз осы сендердің ұйқыларың түске дейін шығар деп. Мен айтамын енді күнделікті сендер сияқты таңертеңнен кешке дейінгі жұмысымыз бар. Тек сол басқаларға ұқсамайтыны дүйсенбі күні демаламыз.